Достар, бәріне қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Түн жақсы өттім. Кеше мен түнде жатырда видео жазып едім. Ер адамдардың орынсыз фантазиялары туралы. Орынсыз дегенде, мен әйел ретінде, мен біреудің бұрынғы әйелі ретінде және ана ретінде еркектердің болмайтын бір өмірге қатысы жоқ, ұшып жүретін ойларын, фантазияларын естісем, өте қатты суимын сол адамдарға. Бірақ әрине біз қабылдауымыз керек адамдарды, өзгелерінше. Мен қабылдаймын, бірақ мен өзімдікін айтамын. Сосын мен сол адамдармен сөйлесемін бе, сөйлеспеймін бе, шешемін. Өйткені мен үшін фантазиясы бурный дейді ғой, бір фантазиялары бір шектен асып жатқан ер адамдарда ешқандай шынайылық жоқ, ешқандай жүректен шығатын өзінің әйеліне деген, отбасына деген махаббат жоқ. Отбасы ғана емес, өзіне негізі жалпы жаратушыға, Құдайға деген бір махаббат жоқ деп ойлаймын. Өйткені қалай, егер бір қыздар спорт жасап жатса, шортысын киіп, футболкасын киіп, оған фантазия кетеді. Бір афроамерикандық қыздар мысалы фигуралары әдемі болады ғой, әдемі ма, әдемі емес пе, өздерің шешесіздер. Жалпы сондайға фантазия кетсе. Сосын сөйтіп барып, негізі еркектермен де болуды ойластыратын еркектерді білемін мен, өзіміздің қазақтардың ішінде. Өйткені мен бұрын көбірек әлеуметтік желілерде отыратынмын. Сол кезде адамдармен сөйлесіп қаласың. Менің мақсатым ер адамдарды зерттеу болды. Олардың психологиясын зерттеу болды. Сол кезде фантазиялары ұшып қонып жүреді. Даже мысалы 5-6 бала тудыратын еркек бірде-бір үйленбеген болады, және ол еркектермен кездесіп жүретін еркек болып шығады. Ол случай, ондай нәрсе біраз бар. Өмірде бар. Қазір қазақтарымыз шығатын жар, ой, қайдағыны айтпашы дегендей. Шын бар нәрсе. Сіздер еркектермен сөйлесіп көрген жоқсыздар ғой? Сөйлесіп былай әңгімесін тартып көрсең, неше түрлі әңгіме айтады, оны дәлелдейтін нәрселерді көрсеткісі келіп тұрады. Ол не ол? Ол ауру. Жалпы ер адамдар тыңдап тұрсаңыздар, ауру екендеріңіз мойындаңыздар. Ал одан қалай шығуға болады? Инстаграм, тиктокта жөн-дұрыс нәрсе көріңіздер. Пайдалы. Сосын бір қыз немесе біреудің келіншегі бір жерін санын бір ашып қалып спорт жасап жатса, билеп жатса, оған фантазиямен қатты ұшып кетудің қажеті жоқ. Негізі оның бәрі неден басталады деп ойлайсыздар ма? Ол біздің қазақтың дәстүрінде, тәрбиесінде ұят деген қатты қалыптасқан. Аналары кезінде бұрын балаларды ата-әжелеріне тастайтын. Ата-әжемен жас бала қандай әңгіме айта алады? Ашық, жалпы сексуалдық энергияны қалай мен дұрыс жұмсаймын, ол не дегендей, немесе жалпы қарым-қатынас жөнінде әңгімелер кетеді ғой, балаларда, жас балаларда. Сонда олар бұрын ата-әжелермен ол тақырыпты қайдан қозғасын? Ол ата-әжесі өздері өз денсаулықтарын күтіп жүру керек. Жалпы бұрынғы олардың бағдарламалары тек бұл өмірде тірі қалу. Және кейін ата-ана біздің экономикамызға байланысты дамушы мемлекет болғаннан кейін олар тек жұмыс істейді, таңертең кетеді, кешке келеді, балалармен сөйлесуге уақыттары жоқ. Сонда әке баламен дұрыстап сөйлесу керек. Не, қалай болу керек? Жалпы оған дос ретінде, ұстаз ретінде, авторитет ретінде болу керек. Ал анасы қыздармен ашық сөйлесу керек. Қарым-қатынас керек, ер адамдарды білу керек. Сен болашақта тұрмысқа шығуың керек дегендей. Және жөні дұрыс баланы, жігітті табу үшін ер адамдардың психологиясын анасы айтып түсіндіру керек, және барлық нәрсеге тыйым сала бермеу керек. Менің ойым осы. Сіздер қалай ойлайсыздар?